Қазақстан эстрадасының жарық жұлдызы, халық әртісі Роза Рымбаева жайлы соңғы күндері әлеуметтік желіде қызу пікірталас жүріп жатыр. Себебі белгілі әншінің бет бейнесіндегі өзгерісте көпшіліктің назарын аударды. Көпшілікке белгілі Роза жегіміз келесті, содан міне әдемі әнімен халықтың жүрегін тербеп келеді. Оның әрбір бейнесі, әрбір қадамы үнемі талқылауға түсіп жатады. Себебі ол елдің сүйікті әншісі ғана емес, қазақ музыкасының тарихына алтын әріппен жазылған тұлға. Соңғы сұхбаттарының бірінде Роза апамыз ашық айтып еді. Мен пластикалық отаға тәуелді емеспін. Бірақ онсыз болмайды. Өнер адамы болған соң сахнада жас көріну қажет. Ең бастысы, оны көпшілік байқамауы тиіс деген болатын. Алайда көпшілік бәрібір байқады. Әншінің отадан кейінгі бейнесі желіде қызу талқыға түсті. Топ тыңдарман оның табиғи сұлулығына жасалған өзгерістерді құптамады. Олар алдыңғыдай әдемі емес. Ботокстан бетін тани алмай қалдық. Жасанды әсер беріп тұр. Өмір бойы сүйікті әншіміз болып келген соң, мұндай түріне үйрену қиын. Сәтсіз ота түрін құртыпты, бұрын әп-әдемі деп пікір қалдырды. Тіпті кейбіреулер түрі аурушаң адам сияқты болып қалыпты деп қатты сынады. Дегенмен қолдап жатқан жандар да аз емес. Олар әркім өз қалауынша өмір сүреді. Өнер адамы үшін сахнада жас әрі жинақы көріну заңды құбылыс. Жасына қарамай күтініп, сымбатты көрінуге тырысқаны құптарлық істеп өнерпазды жақтап шықты. Яғни, халық пікірі екіге жарылды. Біреулер табиғилықты бәрінен жоғары қойса, екіншілері сұлулыққа ұмтылуды қалыпты нәрсе деп есептейді. Бұл жерде бір шындық бар, сахна әрқашан жарқырауды, сұлулықты, жасампаздықты талап етеді. Әнші өзін халық алдында үнемі әдемі, сәнді көрсетуге міндетті сезінеді. Өйткені әрбір ән, әрбір бейне оның абыройына тікелей әсер етеді. Ал қарапайым халық үшін ең бастысы шынайылық. Көпшілік сүйікті әншісін бұрынғы қалпында табиғи болмысымен көргісі келеді. Сондықтан да мұндай өзгерістерді бірден қабылдай алмайды. Роза Рымбаева қазақ музыкасының символы. Ол сахнаға алғаш шыққан сәттен бастап өзіне деген махаббатты халық жүрегіне орнықтырды. Әлия, Атамекен, Жыл мезгілдері, Құстар әні секілді әндері әр қазақтың жадында. Сондықтан да көпшілік үшін ол жай ғана әнші емес, қазақ өнерінің тірі аңызы. Міне, осындай тұлғаның бет бейнесіндегі кез келген өзгеріс халықты бей-жай қалдырмайды. Әркім өзінше ой түйеді. Неге пластикаға барды? Табиғи түрімен ақ әдемі еді ғой. Сахна үшін бәріне дайын болуы керек. Әрине, уақыт ешкімді аямайды. Жылдар өте бетке әжім түседі, жас біртіндеп кетеді. Бірақ өнер адам үшін бұл ең үлкен сынақ. Ол үнемі халықтың алдында, үнемі камерамен сахнаның жарығында. Сондықтан олардың жастықты сақтауға тырысатыны түсінікті нәрсе. Дегенмен бұл талқылау бізге үлкен ой салады. Адамның ең үлкен сұлулығы оның жүрегінде, сөзінде, өнерінде. Ал беттегі өзгерістер уақыттың заңы ғана. Сіз қалай ойлайсыз? Өнер адам үшін табиғи болмыс па маңызды, әлде сахна талабына сай жас көріну ме? Бұл сұраққа әркім әртүрлі жауап береді. Бірақ бір нәрсе анық, Роза Рымбаева қазақ халқы үшін әрқашан сүйікті әнші болып қала береді. Оның өнері, оның дауысы уақыттан биік.